Сәлем достар, осындай әдемі хачапури жасағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. 2 жұмыртқаға 180 грамм сүт, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық құмшекер, барлығын салып араластырып аламыз. 150 грамм ұн салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 200 грамм үпкіштен өткен сырды саламыз да жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған табаға май құйып, осылай ожаумен домалай жайып аламыз да бетін жауып 5 минутта орташа отта пісіріп аламыз. Егер хачапури ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап қолдап отырыңыздар, ас болсын.